Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін сабағымызға қолданатын интернетсіз орындалатын тағы да бір әдістің түрін талдайтын боламыз. Бұл фишбоун әдісі деп аталады. Ал енді бұл әдістің қандай пайдасы бар, қай сыныптарға қолданылатындығы туралы видеода тарқатып айтамын. Фишбоун әдісі бұл стратегия проблемаларды анықтау және одан шығу жолдарын қарастыру моделі болып табылады. Бұл сызбаны алғашқы болып Каора Исикаева ұсынған болатын. Оқыту процесінде бұл әдіс оқушылардың ортақ тақырыпты талқылауына септігін тигізеді. Бұл балық сүйектерін тігінен және көлденеңінен орналастыруға болады. Жазылым қысқаша жазылуы керек. Яғни атап өткенімдей, бұл балық сүйегін пайдалану арқылы тапсырмаларды орындау болып табылады. Қазір алдарыңызда балықтың сүйегі шығады. Соған балықтың басынан бастап тігінен және көлденеңінен проблемаларды жазып және оның шешуін жазсақ болады. Бұл әдісті негізі жоғары сыныптарға қолданылған дұрыс деп санаймын. Балаларға жалпы жоғары сынып оқушыларына түсіндіру арқылы мәселені жазу және мәселені шешу осы балық қаңқасын қолдана отырып тиімді деп санаймын. Ал енді бұл әдісті балықтың басына зерттелетін, қаралатын, талқыланатын тақырып жазады. Оң жақ қабырға сүйектеріне анықталған проблема себептері, тақырыптың негізгі мазмұндары мен түсініктері жазылады. Яғни атап өткеніндей, бұл әдістің жоғары сыныпқа тиімділігі балалардың зерттеу тақырыбы болмаса әдебиет пәнінен белгілі бір тақырыпты алып зерттеу және талдау, ол проблеманың себептері және мазмұндары мен түсініктерін балалар балықтың оң жақ қабырғасына жазады. Ал енді келесі сол жақ қабырғасына бұл проблемаларды негізгі мазмұнды шешу жолын қарастыратын болады. Сол жақ қабырға сүйектеріне атап өткенімдей проблемаларды шешу жолдары, қарама-қайшылық тудырушы кедергілер жазылады. Балықтың құйрығына анықталған жұмыстың нәтижесі мен талданған тақырыптың қорытындылау сұрағы жазылатын болады. Бұл әдісті балықтың сүйегін шығарып алу арқылы оқушыларыңызға ұсынып көріңіздер. Кейбір оқушыларға өтіп ұнауы мүмкін, кейбіреуі өзінің ойындағы шешімді шығарып, болмаса проблеманың талқылауына жол ашады деген сенімім бар. Бұл әдісті негізінен қарап отырсақ, тарих пәнінде, әдебиет пәнінде, қазақ тіл пәнінде емін-еркін қолдануға болады деп ойлаймын. Ал енді барлықтарыңызға видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Өз комментарийларыңызды видеоның астына жаза отырыңыздар. Менімен бірге болыңыздар.